Орталық банк монетарлы саясатты жүзеге асыру үшін қолданатын құралдардың бірі ашық нарықтағы операциялар деп аталады. Ашық нарықтағы операциялар дегеніміз ол орталық банк арқылы мемлекеттік бағалы қағаздарды заңды немесе жеке тұлғаларға сату немесе сатып алу арқылы айналымдағы ақша санын реттеу. Мысалы үшін мемлекеттік бағалы қағаздарды орталық банк арқылы коммерциялық банктердің көмегімен бағалы қағаздарды жеке және заңды тұлғаларға сатады. Және сол арқылы жеке және заңды тұлғалардың қолындағы бос ақша қаражаттарын теңгені жинақтайды. Нәтижесінде айналымдағы ақша саны азаяды және ақша нарығындағы пайыз мөлшерлемесі өседі. Егер де осы процестерді график арқылы түсіндіретін болсақ, алдарыңызда ақша нарығындағы сұраныс ұсыныс қисықтары берілген. X өсінен біз ақша көлемін белгілейміз, quantity of money, ал Y өсінен біз пайыз мөлшерлемесін белгілейміз. Interest rate сөзіндегі rate сөзінің бас әрпімен R деп белгілейміз. Ақша нарығындағы ақшаға деген сұраныс қисық сызығы, money demand қисық сызығы дәстүрлі теріс көлбеулі қисық сызық болады, және біз оны money demand сөзінің бас әріптерімен MD деп белгілейміз. Ал ақша ұсыныс қисық сызығы, біз оны money supply сөзінің бас әріптерімен MS деп белгілейміз. Оның нысаны вертикаль түзу қисық сызық болып табылады. Себебі айналымдағы ақша саны орталық банкпен қадағаланады. Мемлекеттік бағалы қағаздарды орталық банк арқылы заңды және жеке тұлғаларға сатқан жағдайда, сату арқылы олардың бос ақша қаражаттарын жинақтайды. Демек, айналымдағы ақша саны азаяды, ақша ұсынысы азаяды. Ақша ұсыныс қисық сызығы сол жаққа жылжиды. Нәтижесінде жаңа қиылысу тепе-теңдік нүктесі пайда болады. Және ақша ұсыныс қисық сызығы сол жаққа жылжыған жағдайда ақша нарығындағы пайыз мөлшерлеме өседі. Бұл жағдайда ақша қымбаттай түседі, ақша қолжетімсіз болады. Енді керісінше жағдайды қарастырайық. Егер де мемлекет жеке және заңды тұлғалардан бағалы қағаздарды орталық банкті көмегімен қайта сатып алған жағдайда халыққа, демек, жеке және заңды тұлғаларға ақшаларын, теңгелерін үстеме сыйақымен қайтарып береді. Бұл жағдайда айналымдағы ақша саны өседі және ақша нарығындағы пайыз мөлшерлеме түседі. Егер де график арқылы қарастыратын болсақ, алдымызда ақша нарығы, үкімет мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта сатып алу арқылы халыққа ақшасын қайтарып берген жағдайда айналымдағы ақша саны өседі. Ақша ұсыныс қисық сызығы MS1 позициясынан MS2 позициясына оң жаққа жылжиды. Жаңа тепе-теңдік нүктесі пайда болады. Осы нүктеден біз Y өсіне өтетін болсақ, біз ақша нарығындағы пайыз мөлшерлемесінің R1 деңгейінен R2 деңгейіне түскенін көреміз. Бұл жағдайда ақша қолжетімді болады. Демек, ақша нарығындағы пайыздық деңгей түскен жағдайда, пайыз мөлшерлемесі түскен жағдайда, бұл несие қолжетімді болады деген сөз. Ақша арзандады деген сөз. Ақша арзандағанда, несие арзандағанда, фирмалар несие алу арқылы сол ақшаны инвестициялайды. Ал инвестиция экономикалық өсудің көзі болып табылады. Демек, бұл ынталандырушы саясаттың құралы.